Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қойдың етінен сірне дайындайтын боламыз. Сірне өте тез дайындалатын тағам. Видеоның астына керекті заттарының мөлшерін көрсететін боламын. Алдымен етімізді турап аламыз. Одан кейін пиязды да төрт-үштетіп турап аламыз. Қазанымызға май құйып, қыздырып, етімізді салып, араластырамыз. Бетін жауып, байып отта бұқтырамыз. Одан кейін сәбізімізді төрт-үштетіп турап аламыз. Болгар бұрышында кубиктап турап аламыз. Етіміз біраз қуырылғаннан кейін пиязын салып, араластырып, тағы да бетін жауып бұқтырамыз. Баққаннан кейін татымына қарай тұз, бұрыш және өздеріңізге ұнайтын етке арналған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Араластырамыз, одан кейін тағы да бетін жауып, байып отта бұқтырамыз. Енді картоплымызды осылай етіп бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей, бізде барлығы дайын болды. Енді етіміздің үстіне алдымен морковь пен болгар бұрышын салып шығамыз. Үстінен біраз тұз себеміз. Оның үстінен картоптарымызды орналастырып шығамыз. Одан кейін үстінен тағы да тұз себеміз. Одан кейін петрушка, укроп сепсеңіздер де болады. Соңында бетін осылай капустамен жауып шығамыз видеодағыдай. Тағы да тұз себеміз. Одан кейін бетін ашпай, баяу отта 1 сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің сірнеміз дайын. Енді әдемілеп дастарханға ұсынамыз. Ең алдымен капустаны тарелкамызға салып аламыз.
Одан кейін үстінен картоп пен етімізді салып шығамыз. Қалауларыңызша укроп сепсеңіздер болады үстіне. Осымен біздің сірнеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп етіңіз. Баршаңызға ас болсын.